Баршаңа сәлем, кезекті шығарылымға қош келдің. Сені бүгін ғылыми фантастикалық аннигиляция фильмінің шолуын көретін боласың. Жерге метеорит арқылы келіп, өз аумағында адам миына сыймайтын өзгерістер жасайды. Кейде сұлулығымен таңғалдырса, кейде адамды үрейлендіретін сұмдыққа кезіктіреді. Және де видеода сол бір аумаққа аттанған зерттеушілердің баяндамасы ретінде жүргізетін боламын. Сапар барысында кездесетін ауыр сынақтар мен қызықты оқиғаларға куә боласың. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, бізбен бірге атмосфераны сезін. Барлығы ғарыштан келген метеориттің Бэк-Оттердің ұлттық саябағына құлауынан басталды. Осы сәттен бастап сол жерде өзге ғаламшарлық құбылыс байқала бастайды. Алзаған уақыттың ішінде саябақтың аумағына қоршылай ауа тектес қабырға байқалады, және де бірте-бірте үлкейе берді. Сырттай жұқа көрінгенмен бұл қабырғаны зерттеу барлық жердегі қауым үшін аса бір маңызды еді. Уақыт өткен сайын көлемін үлкейткен бұл бір белгісіздің жерге қауіпті болуы сөзсіз еді. Бұл кезде адамдар оның ішінде болып жатқан түрлі құбылыстар жайлы хабарсыз болатын. Бұл қабырғаның биіктігі стратосфераға дейін созылып жатты. Зерттеуге жіберген топтар, әскери адамдар, тіпті дрондар, командалар болсын, ешбірі тірі оралмады. Ал ендеше біз бұл қабырғадан өтеміз деп шештік. Өткеннен соң өзіміздің сырттағы әлеммен еш байланыссыз қалғанымызды түсіндік. Бұл жерден радио толқындарды мүлде қабылдамайды. Қабылдағаны былай тұрсын, тіпті үзіп тастайтын болып шықты. Негізінен бұл аймаққа кірген беттен біз сазды батпақты өзендерге тап болдық. Сондықтан да жүрісіміз баяу әрі көп күшіміз алды. Бірінші күніміз әдеттегідей өтті. Келесі күні таңертең оянғанда біз өзіміздің мұнда қалай тап болғанымызды ұмыта бастадық. Осы уақытқа дейінгі балшықпен жүргеніміз, тамақтанғанымыз барлығы да есімізде емес. Өзіміздегі бар тамақпен біз осымен 4-ші күнімізді өткізудеміз, және де осы 4 күнде ешқандай естеліксіз аймақтың орталығына қарай жүріп сапарымызды жалғастырамыз. Айналадағы мутацияланған өзгерістерді де көріп жүрміз. Бастапқыда аса бір білінбегенімен орталыққа шамшыраққа қарай жақындаған сайын миға сыймайтын мутацияға куә бола бастаймыз. Бұл жақтағы өсімдіктерге бір сабақтан шықса да әртүрлі пішінімен түске боялған екен. Құдды мутация табиғатқа тоқтаусыз өзгерістер енгізгендей. Ал бұдан да сорақысын кейін көрдік. Бізге крокодил альбинос шабуылдады. Оны қарумен атқылаудың арқасында тереңірек зерттеудің мүмкіндігі туды. Тістеріне қарау арқылы біз оның акула мен крокодилдің гибридтелген, яғни қосылған түр екендігіне көзіміз жеткіздік. Мұндайдың бар екендігін көзбен көріп қана сене алдық. Алда бізді метеорит құлаған аумаққа қарай жақын орналасқан ғимарат күтіп тұрды. Бұл жерде осы уақытқа дейін осында зерттеуде аттандырылған әлде бір жігіттің видеосын таптық. Видео табылған бөлмеге көршілес бөлмеде біз жаңаға жігіттің тіпті мәйітін кезіктірдік. Бірақ бұл одан көрі басқа бір дүниеге ұқсас болды. Төменінде адамның аяғы болса, жоғарыда адамның бас сүйегі. Осындай сұмдық бейне бүтін бір қабырғаны алып жатыр. Бізге белгілі болғандай бұл адам осы бір жерде жүріп аздаған уақыт ішінде мутацияға ұшыраған екен. Алғашында адам құртқа, кейіннен саңырауқұлаққа айналған. Биологтардан құралған біздің топ әрқайсымыздан қан алды. Анализ нәтижесінде біз күтпеген нәтиже көрсетті. Бұлайша айтқанда, біз айналамыздағы заттар секілді мутацияға ұшыраймыз. Қанымыздағы жасушалар олармен қосылғаннан соң қайта бөлініп шығады екен. Егер бізде қандай да бір мутациялық белгі басталса, біз адам болуды доғарамыз. Сол түні бізге аю шабуыл жасады. Дала қараңғы болғандықтан біз оның қарапайым аю немесе мутант екендігін байқай алмадық. Бірақ оның ендігі мәні қалмаған секілді, өйткені ол арамыздағы бір әріптесімізді алып кетті. Оған қарсы ештеңе істей алмадық, жай ғана қараңғылық басқан даладағы аюдың қолына түскен әріптесіміздің көмек сұраған жанайқайын ғана ести алдық. Сапар барысында бізге кезіккен шағын елді мекенде адамның дене тұрқына сәйкес келетін өсімдікті де байқадық. Бастапқыда біз оларды осылай бір өскен деп ойладық, алайда кейіннен бұл өскіндердің бұрындары адам болғандығын білдік. Кешкісін қалаға түнеуді шештік. Бізге түнде тағы да аю шабуыл жасады. Бұл аю біздің осы бір аймақтағы басымыздың сорына айналғандай. Аю өткен жолға қолға түсірген әріптесіміздің өлім алдындағы дауысын шығарды. Тамағынан шыққан адам айқайы бізді одан бетер үрейлендіреді. Онымен шайқасуда қару көп пайдасын тигізді. Бұл уақытта арамыздағы біреудің қолынан өсімдік өсіп бастаған екен. Бұл адам пішінді өсімдіктердің бастапқыда адам болғандығын дәлелдегендей. Бізге мұны қабылдау қиын әрі қайғылы болды. Шамшыраққа келдік. Метеориттің негізгі бөліктері де осында. Бұл бір өзге ғаламшарлық екен. Басқаша айтайын, сөз таппадық. Ол тіршілік етушінің бойындағы ақпараттарды алып, егізімізді жасап шығарды. Алғашқыда тек пішіні болмаса да, теп-тегіс бет-әлпеті қарапайым манекенге ұқсайды.
Біраздан соң оригинал нұсқасының қимылын қайталап, одан кейін дәл соның өзіне айналды. Осылай олар бастапқы ДНК-сын алған оригиналдан ажырайды және де жаңа түрлер пайда болады. Бұл оның қандай да бір мақсаты бар екендігін аңғартады. Әйтпесе, бұлай жасап кімге керек? Мүмкін, ол өмірдің осындай бір болғанын қалайды ма? Әлде ол мүлде ойланбайтын жай ғана біздің планетамызға кездейсоқ түскен вирус па? Сіздерге осы тақырыпта комментарийде талқылауды қалдырып қойдым. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.